Сәлеметсіз бе? Менің есімім Матембаева Балжан Тұрсынқызы. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Алдағы уақытта өзіңізге қазақ тілі грамматикасын жеңіл әрі жылдам түрде түсінетін лайфхакпен бөлісетін боламын. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фонетика туралы сіз білмейтін қызықтар лайфхак. Фонетика дегеніміз не деген сауалға тоқталар болсақ, фонетика тіл дыбыстарын зерттейтін тіл білімінің саласы. Ол дыбыстардың құрамын, жасалу жолын, айтылу ерекшеліктерін, естілуін және жазылуын қарастырады. Фонетиканың бөлімдері 4 бөлімнен тұрады. Бірінші, артикуляциялық фонетика дыбыстардың жасалуын зерттейді. Екінші, акустикалық фонетика дыбыстардың физикалық қасиетін зерттейді. Үшінші, аудиториялық фонетика дыбыстың қабылдануын қарастырады. Төртінші, дыбыстардың тілдегі қызметін зерттейді. Енді осы тұста біз дыбыс пен әріптің айырмашылығын жақсы түсініп алуымыз қажет. Біз дыбысты естиміз және де айтамыз, ал әріпті көреміз және жазамыз. Мысалы, қала сөзінде 4 әріп, 4 дыбыс болса, аю сөзінде 2 әріп және 3 дыбыс бар. Байқағандарыңыздай, аю сөзінде әріп пен дыбыс саны сәйкес келмейді. Неліктен? Өйткені бізде қазақ тілінде қосарлы дыбыстар бар, ю, я, йо деген сияқты. Міне, осы ю әріпі бізге и және де у дыбыстарының қосындысын беріп тұр. Яғни бұл жерде біз 3 дыбысты естіп тұрмыз. А, и, у. Дыбыс дауысты және де дауыссыз болып бөлінеді. Дауысты дыбыс дыбыстау мүшелерінің бірыңғай толық қатысуынан, фонациялық ауаның кедергісіз, еркін және баяу шығуынан жасалатын дыбыстар. Оларды созып, әндетіп айтсақ та еш өзгермейді. Мысалы, а, ә, е. Кез келген дауысты дыбысты сіз қаншалықты созып айтсаңыз да, бастапқы қалпын өзгертпейді. Ал енді дауыссыз дыбыстар. Айтылу кезінде ауаның еркін шықпай, кедергіге ұшырап шығуынан жасалған дыбыстарды дауыссыз дыбыстар дейді. Оларды созып айтуға келмейді. Мысалы, т, с, қ. Егерде біз оларды созатын болсақ, аяғы ы әрпіне ұласып кетеді. Ал бізде жаңағы жоғарыда айтып өткенімдей, дауысты дыбыстар бізде олар әнші дыбыстар. Ал дауыссыз дыбыстар, өкінішке орай, дәл олай біз әндете алмаймыз дауыссыз дыбыстарды. Дауысты дыбыстар жуандығы мен жіңішкелігіне қарай жуан және де жіңішке болып екіге бөлінеді. Жуан дауыстылар а, о, ы. Жіңішке дауыстылар ә, е, ө, у, и. Келесі, еріннің қатысына қарай еріндік және де езулік болып бөлінеді. О, ө, о, у. Байқадыңыз ба? Еріндік дауыстыларды айтқан кезде біздің ерініміз алдыға қарай шығынға түседі. Ал езулік дауысын айтқан кезде біздің езуіміз жиырылады. Бірге көрейік. А, ә, е, и. Келесі, тілдің қатысына қарай ашық, қысаң болып бөлінеді. Ашық дауыстылар а, ә, е, о, ө. Қысаң дауыстылар и, о, у. Енді осыншама әріпті кей кезде біз шатастырып та жатамыз, бірақ мен сізге дәл осы тұста шатаспайтын, қайсысы қандай түрге жататынын барлығын оңай әрі жылдам түрде түсінетін лайфхакпен бөліскім келіп отыр. Біз ең әуелі жуан дауыстыларды ретін шатастырмай жақсылап жаттап алсақ жеткілікті. А, о, ы. Енді қарайық. Бізде аға ә ұқсайды, және де е ұқсайды. Оға ө, ұқсайды. Оға у ұқсаса, ыға и, ұқсайды. Яғни бізде бұндай дауыстылар жіңішке дауыстылар. Енді байқасаңыз, дәл осы ортасында тұрған стрелканы қақ ортасынан көлденеңнен екіге бөлетін болсақ,
жоғарғы бөлігінде тұрған бізде ашық дауыстылар, төменгі бөлікте тұрған бұлар қысаң дауыстылар. Ал енді дәл осы әріптерге етіктің суретін салатын болсақ, етіктің ішіндегілер еріндік, етіктің сыртындағылар езулік. Енді келесі дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар ұяң, үнді және қатаң болып бөлінеді. Ұяң дауыссыз дыбыстар Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, үнді Р, Л, И, М, Н, Ң, қатаң П, Ф, К, Қ, Т, С, Ш, Щ, Х, Ц, Ч, Х. Енді осы дауыссыз дыбыстарды қалай жаттаймыз деген сауалға тоқталар болсақ, егерде сіз гав жазғызбады деген сөйлемді жақсылап есте сақтап алсаңыз, сіз демек ұяң дауыссыз дыбыстарды білесіз деген сөз. Яғни гав жазғызбады деген сөйлемдегі барлық дауыссыз дыбыстар бұлар ұяң дауыссыз дыбыстарға жатады. Ал енді қарайық. Г-ға бізде К ұқсайды, В-ға Ф, Ж-ға Ш, З-ға С, Г-ға Қ, Б-ға П, Д-ға Т ұқсайды. Міне, осы әріптердің барлығы қатаң дауыссыз дыбыстар. Ал енді менің аюларым деген сөйлемді сіз жақсы білетін болсаңыз, демек бұл жерде дауыссыз дыбыстардың барлығы үнді дауыссызға жатады. Енді қарайық. Осы жерде ю әріпін мен қызыммен тағы да белгілеп қойдым. Ю әріпі бізге и және де у дыбыстарының қосындысын береді. Демек бұл жердегі и және де у дыбыстары да үнді дауыссызға жатады деген сөз. Міне осымен сіздерге дайындаған шағын ғана сабағым аяқталды. Егер де ұнап жатса, қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, қоюларыңызға болады. Комментарийге жазып кетіңіз, жекеме шығыңыз. Барынша жауап беруге тырысамын. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет.